Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге МАКСИ ЧАЙ даярлайтын боламыз. Дүкендегі МАКСИ ЧАЙдан ешқандай кем емес, дәмі дәл тура сондай болып шығады. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Мен бұны 3 литрге даярлап жатырмын. Ол үшін бізге 2 пакетик көк шай керек. Кез келген көк шай бола береді. Және де 300 граммдай лимон, ол 2 дана лимон шығады. Және де 200 грамм шекер қажет. Қайнап тұрған суымызды оттан алып, бірден көк шайымызды саламыз. Яғни түсі шыққанша осылай көк шайымызды араластыратын боламыз. Одан соң лимонымызды салып шығамыз. Шекерімізді салып, қантымыз ергенше жақсылап араластырамыз. Осы орайда барлығын араластыратын кезде көк шайларыңызды алсаңыздар болады. Қозғап болғаннан кейін суға қалдырып қоямыз. Мінекей 3-4 сағат өтті. Енді баклажкамызге сүзгі арқылы МАКСИ ЧАЙымызды құятын боламыз. Мінекей менде осы жасағаннан 2,8 литрде шай шықты. Бұл 3 литр су дайындаған, мен су жаңағы басынады суғаннан соң. Және де лимондар да өзіне суды тартып алады. Сондықтан 3 литрден азырақ шығады. Бір 200-300 граммдай азырақ шығады. Осыны жасауға менде 545-550 теңге аралығында кетті. Есесіне біздің дүкенімізде МАКСИ ЧАЙдың бағасы 530 теңгеден. Ал мен 545 теңгеге 2 еседен де көп шай дайындап алдым өзіме. Осылай жаздың күні ақшаларыңызды үнемдеу ретінде осылай жасап ішсеңіздер болады. Немесе кәсіп бастаймын десеңіздер, сіздерге үлкен мүмкіндік. Қарап тұрсаңыздар, бірге бір пайда табады екенсіздер. Қалған лимонды тастамай, ыстық шай ішер кезде қосып ішіп жіберсеңіздер болады. Мінекей менің видеом осымен соңына таяды. Менің көп көрермендерім маған тіркелмей көреді екен. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.